Ассалаумағалейкум. Ұлытау футбол орталық бапкері Қасымбеков Жандос Айтмұхамбетұлы. 3-4 модульдегі анализге келетін болсақ, бізде 3 модуль офлайн өтті. Easy Coach платформасында дәрістер салынды, материалдар. Біз ол материалдармен танысып, ол жақтағы материалдарға келетін болсақ, жылдамдық, баланың психологиясы, ата-аналар және балалармен ерекше арақатынастар, және де шағын ойындар, тактикалық периодизация атты тақырыпта материалдар мен видеолар салынды. Easy Coach платформасында біз ол платформадағы тақырыптармен танысып, оқып, дәріс кезінде бізге оқытушылар тапсырма беріп, сұрақтар қойылып, сол сұрақтарға жауап бердік. Басқа да топқа бөлінген оқытушылардың тақырыптармен таныстық, сұрақтарына жауап беріп, онлайн модульде өтті. Бұл модуль түсінікті, барлық материалдар жақсы, өзіміз оқып танысып шықтық. Келесі модуль бізде офлайн өтті. Офлайн модульде біз бұл жерде шабуылдағы және қорғаныстағы 1-1, 2-1 атты тақырыпта материалдар мен және оқыту процесіне қатыстық. Бұл процесте біз бірінші күні 1-1, яғни қорғаныста, сосын келесі күнде біз 1-1 шабуылда ойнайтын балаларға мүмкіндік, басымдылық берілді. 1-1 қорғаныстағы тақырыпта болған, біз тақырыпта ол танысып, бұл жерде басымдылық, қорғаныста ойнайтын ойыншыларға басымдылық берілді. Олардың позициясы, қай жерде қалай шабуыл жасау керек, қай жерде допты алу керек, қай жерде допты күтіп алу керек атты мәселелер бойынша жаттығулар өтті. Біз ол жаттығуларды өзіміз қатысып, орындап, ол жаттығуларды оқытушылардың айтқан ескертулерін және олардың айтқан ақылдарын ескере отырып, қателіктермен жұмыс жасап, өзіміз берілген тапсырманы қорғап, бұл мәселелер бойынша жақсы жұмыстар атқарылды. Келесі бізде 1-1 шабуылдағы ойыншылардың басымдығына байланысты келетін болсақ, бұл жерде шабуыл әртүрлі позициялардан, ауттан, ортадан және орта тұстан шабуылдар ұйымдастырылды. Бұл жерде басымдылық шабуылшыларға басымдылық беріліп, бұл шабуылшының қимыл әрекеті және де оның жұмысы, қай жерде кемшіл тұстары болды, қай жерде артық тұстар болды. Біз бұл мәселені топтарға бөлініп орындадық және де осы күнді 1-1 атты тақырыптармен аяқтадық. Келесі күні бізде 2-1 атты тақырыпта қорғаныстағы басымдылық, 2-1-де 2-1 шабуылда басымдылық берілді. 2-1 шабуылдағы басымдылық тақырыбында өткен тақырыпта бізде шабуылда ойнайтын ойыншылар бізге жаттығудың принциптері көрсетіліп, біз осы тақырыпта өзіміздің жаттығуларымызды көрсетіп, қай жерде кемшіл тұстар, қай жерде артық тұстары болғанын бізге оқытушылар көрсетіп, әр топқа бөлініп жұмыс жасадық. Өте жақсы тақырыпта жұмыстар атқарылды. Біз өзіміздің қателіктерімізді және оқытушылардың айтқан ақылдарын ескере отырып, бірінші күнде жасалған қателіктерді орындамай, осы екінші күні қателікпен жұмыс аздау болды. Біз ескеріп, ол
өзіміз қайталаған қателіктерді орындауға тырыстық. Келесі бізде қорғаныста болған мәселелер бойынша бұл жерде тура солай бірінші күн өткен қателіктерді жасамай қорғаныста ойнайтын ойыншыларға басымдылық беріліп әртүрлі позициялардан шабуылдар орнатылып жақсы жұмыс атқардық деп ойлаймыз. Осы төртінші модульде біз өзіміз алған білімдеріміз көп болып, оқытушылар жақсы материалдармен таныстырып, жақсы жұмыс атқарылды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет.